Отбасыңызға амандық болсын, аяулы әйелдер. Әуе толқынында болашақтан үмітті әйелдер бағдарламасы. Армысыз, қымбатты тыңдарман. Студияда әріптесім Бану және мен, Жанна. Бізді жаратқан ие мен адамдардың арасындағы керемет үйлесімділікте болған әлемге ғажайып саяхат күтіп тұр. Сол әлемде әйел мен еркектің арасындағы өзара қарым-қатынас және Құдай тағала жаратқан бүкіл жаратылыс кемелді де кіршіксіз болатын. Бірақ бір күні бәрі де басқаша болып кетті. Керемет әрі ғажайып болған әлем бір сәтте бұзылып кетті. Сонда не болды? Осы туралы біз бүгіннен бастап бағдарламамыздың екінші жаңазық айдарында білетін боламыз. Ал қазір өмір сабақтары айдарымыз басталады. Бұл айдарда біз жеңіл күйіктер туралы сұхбаттасамыз. Күйіктер әлемде ең көп таралған жарақат. Бәлкім сіз күйіктің бірінші, екінші, үшінші, төртінші дәрежелері туралы естіген боларсыз. Бірінші дәрежелі күйік ең жеңілі. Бірақ бәрібір алғашқы медициналық көмек көрсетілуі керек. Келіңіз, біз сізге жеңіл күйген адамға қандай көмек көрсете алуымыз туралы айтып берейік. Сонымен, бірінші, егер тері жарақат алмаған болса, күйген жерді ағып тұрған суық судың астында ұстаңыз. Немесе, суық су құйылған ыдыстың ішіне батырып, 5 минуттай ұстап тұрыңыз. Сондай-ақ, мұндай кезде суық суға малынған таза сүлгі де көмектеседі. Екінші, күйген жерді ағып тұрған судың астында ұстағаннан кейін, егер бар болса, зарарсыздандырылған таңғышпен ораңыз. Егер таңғыш болмаса, таза, құрғақ, жұмсақ матамен ораңыз. Үшінші, ешқашан күйген орынды ысқылап тырналамаңыз. Төртінші, ауру басатын дәрі-дәрмекті күйген жердің қызарғанын және ісігін бәсеңдету үшін қолдануға болады. Бесінші, онша білінбейтін бірінші дәрежелі күйік өзі кетеді. Ол дәрі-дәрмекті істетуді әрі қарай талап етпейді. Ал енді жеңіл күйікте не істемеу керектігі туралы бөлісеміз. Бірінші, күйген жерге жақпа май немесе өсімдік майын жағушы болмаңыз. Сондай-ақ мұз және жабысатын материалдарды қоймаңыз. Бұл күйікті тереңдетеді. Екінші, жұмсақ мақта немесе түкті маталарды қолданбаңыз. Бұл теріге жабысып қалады. Үшінші, күйген жерге үрлемеңіз. Тіпті бір ғана ашық жара болатын болса, ол зақымдануы мүмкін. Төртінші, күйген теріні немесе қабыршақтарын өзіңіз алып тастауға әрекет етмеңіз. Бұл ауыртады және терінің зақымдануына алып келеді. Аяулы тыңдарман, біз сізге жеңіл күйікте қандай көмек беру мүмкіндігі туралы айттық. Ал адам қатты күйген болса, дәрігерге көріну маңызды. Дегенмен, тез жәрдем келгенше немесе дәрігерге жеткенше, оған алғашқы көмекті көрсетуге тиіспіз. Ал енді, Құдай тағала жаратқан кемелді әлемге не болғаны туралы тыңдап көрелік. Сіз де, мен де алданғанбыз. Бізге өтірік айтқан. Мен сіздерге қиындықтарымыз басталған жер, Адам мен Хауаның алғашқы тұрағы болған тамаша Эден бағына қайтып оралуды ұсынамын. Мұнда болған жағдай біздің қазіргі өмірімізге де әсерін тигізуде. Бір өтіріктің жер бетіндегі барлық бәленің бастауына қалай айналғанын қараңыз. Хауа бұл өтірікті тыңдады, оған сенді және соның негізінде әрекет ете бастады. Барша қиындықтың, соғыстардың, бұзылған қарым-қатынастардың, жан азабының тамыры сол бір жалғыз өтіріктен басталды. Әдеттегісіндей, бір өтіріктің орнында өтіріктің бүтіндей жүйесі пайда болды. Хауа өтірікке сенді, ал біз Хауаның қыздары, оның жолын қудық. Біз бір өтіріктен кейін екіншісін тыңдаймыз. Оған сеніп, соған сәйкес әрекет жасаймыз. Бағдарламамызда ойдан шығарылған Хауаның күнделігінен үзінділер келтіретін боламыз. Бұл мүмкін өзінің өмірінің түрлі кезеңдерінде Хауаның сенген өтіріктері туралы ой толғау болар. Мүмкін оның күнделігі сіздің де күнделігіңізге ұқсас шығар. Әр замандағы әйелдер кездестірген өтіріктің түрлерін бәрін санап шығу мүмкін емес. Бірақ қазіргі мәсіхші әйелдер солардың кейбірін өте тез қабылдайды. Біздің мақсатымыз осы бағдарламалар топтамасында өтірікті әшкерелеп, оның шынайы мәнін ашып беру. Өтіріктің кейбір түрлерін кең таралғаны сондай, оларды танудың өзі қиынға түседі. Бірақ жақсы өтірік
Бұл шындыққа өте ұқсайтын өтірік. Жаңа өтірік бұл өте көнеден келе жатқан өтірік. Біздің мақсатымыз әйелдер арасында кең таралған өтіріктердің кейбіреулерін әшкерелеп беру ғана емес, сондай-ақ оны айтушының бетіндегі бет пердесін сыпыру. Киелі жазба бізге өтіріктің туындыгері шайтан екенін айтады. Шайтанның өзі нұрлы періште болып көріне алады. Қорынтықтарға жазылған 2-ші хаттың 11-ші тарау 14-ші аятында былай деп жазылған: мұнда таңғалатын ештеңе жоқ. Шайтанның өзі өңін айналдырып нұрлы періште болып көрінеді. Ол бізді бақытты етуге уәде береді және біздің қамымыз үшін әрекет ететін секілді болып көрінеді. Бірақ ол өтірікші және бүлдіргіш. Оның мақсаты біздің өзіміздің көмегімізбен жүрегіміздің төрінен Құдайды алып тастау. Біз сізге шайтанның сізді және сіздің жақындарыңызды алдап, құрту үшін өмірлеріңізде қолданған болуы мүмкін аса шебер жасырылған өтірікті немесе жартылай шындықты ашып бергіміз келеді. Бірақ өтірікші мен оның өтірігін әшкерелеп қана қою жеткіліксіз. Біз сізге осы бағдарламалар топтамасы арқылы ақиқаттың күшін және сенімнің ақиқатқа негізделген өмірдің осы бір бұзылған, азап шеккен дүниеде шындықтан қашуға емес, нағыз азаттыққа қалай алып келетінін көрсеткіміз келеді. Осы аптаның басында мен жазбаның кейбір тұстары туралы ойланып, көше бойымен серуендеп жүрдім. Сонда Құдай маған Жақыптың жолдауындағы соңғы 2 аятты жүрегіме салып, оның мәнін ашып берді. Онда былай деп жазылған: бауырластарым, қайсы біреуің ақиқат жолынан тайса, басқа біреуің оны кері қайтарсын. Естеріңде болсын, кім күнәқарды теріс жолдан қайтарса, сол оның жанын рухани өлімнен құтқарып, көптеген күнәларының кешірілуіне себепші болады. Осы үзіндіде Құдайдың маған осы бағдарламалар топтамасын жазудың мақсаты мен мәнін ашып көрсеткенін бірден түсіндім. Миллиондаған әйелдер алдауға түсіп, шындықтың жолынан тайды. Мен Құдайдан біздің осы бағдарламалар топтамасын олардың кейбіреуін сауықтырып, олар бақытты өмір сүрулері үшін құлдықтан құтқаруда пайдалануын сұраймын. Әйелдер өтірікке алданып, ұдайы көңіл қалуларға кез болмай, қайта Құдаймен тығыз қарым-қатынаста өмір сүрулерін қалаймыз. Құдайдың рақымында жүріп, кешірім мен жан тыныштығына ие болса екен деп тілейміз. Олар батаға ие болып, игілікке толы өмір сүрулері үшін Құдайым оларды жарылқауын өтініп сыйынамыз. Біздің кейбір сөздеріміз сіздің ашуыңызға тиюі мүмкін. Иә, біз осы бағдарламаларымызда сыпайы әрі жұмсақ болуға тырыспаймыз. Біздің мақсатымыз бәрі бастарын изеп, келісетіндей бірнеше жақсы ойларды айту емес. Біздің ойымызша тек хирургиялық араласу, яғни ой тұрғымызды түбегейлі өзгерту ғана жүрегіміздегі жарақаттардың тамырын жойып, бізді сауықтыра алады. Кейде шындық жанға батады. Бірақ сізді азаттыққа жеткізетін шындықпен бөліспеу біздің тарапымыздан үлкен әдетсіздік болар еді. Ал жалғасын келесі аптада тыңдайсыздар. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын.
Иса маған қажетсің әрбір сәтте өмірімде Киелі сенің қасыңда болғым келеді құшағыңа мені алшы Тәңірім сені мадақтаймын жүзіңді аңсаймын сен жалғыз сен маған қажетсің әр күнде мен табынамын өзіңді арнаймын сен жалғыз сен маған қажетсің Тәңірім сені мадақтаймын жүзіңді аңсаймын сен жалғыз сен маған қажетсің әр күнде мен табынамын өзімді арнаймын сен жалғыз сен маған қажетсің Тәңірім сені мадақтаймын жүзіңді аңсаймын сен жалғыз сен маған қажетсің әр күнде мен табынамын өзімді арнаймын сен жалғыз сен маған қажетсің Тәңірім сені мадақтаймын жүзіңді аңсаймын сен жалғыз сен маған қажетсің әр күнде мен табынамын өзімді арнаймын сен жалғыз сен маған қажетсің Иса жалғыз сен маған қажетсің Иса жалғыз сен маған қажетсің